көлденең табалдырығы бар төгілу жолына қарағанда қолайлырақ және керісінше. Сіздің ойыңызша, қандай жағдайлар сіздің шешіміңізге бір жолмен немесе басқа жолмен әсер етеді? Олардың біреуіне немесе екіншісіне қандай да бір арнайы техникалық қызмет көрсету қажет пе? Әлде техникалық қызмет көрсету өте қарапайым ма? Сіз әрқашан біркелкі ұяшықтар үшін су төгетін құбырды орнатасыз. Дәл артымда тағы біреуі бар. Егер ол жерде су тым көп ағып жатыр деп ойласаңыз, мен сізге 1 минуттан кейін көрсетемін. Сондықтан, сіз ағынды судың өте аз екеніне сенімді болмасаңыз, тек айналмалы құбырды пайдаланбас едіңіз. Өйткені, бұл құбырдың көлемі, сіз оны төмен қаратыңыз, немесе оны өзіңіз алып тастаңыз. Сенде бар болғаны осы. Бұл өте кішкентай, тарылған түтік екенін білесің. Егер сізде үлкен су ағынын қабылдай алатын төгілу жолы болмаса, оның осы құбырдың сыртынан ағып кетуіне және сол жердегі батпақты шайып кетуіне үлкен мүмкіндік бар. Өйткені су оның шығатын жері жоқ екенін анықтағаннан кейін ол пайда болады. Құбырдың сырты қатты бетке ие болуы керек, және ол оның жанынан өтеді. Батпақта бұл соншалықты қорқынышты емес, өйткені бұл бөгеттің бұзылуына ұқсамайды. Батпақтың негізгі бөлігі тығыздалмаған, оны жөндеу оңай және оны кез келген материалмен жөндеуге болады. Сондықтан бізде су жинау көлемі өте аз екеніне сенімді болсам ғана қарапайым айналмалы құбырды қолданар едім. Енді мен ойлануым керек еді. Неге ол кезде батпақты да сол жерге құйып жатырсың? Бірақ бұл орын алуы мүмкін. Шын мәнінде айналмалы құбырлар қадалар үшін кейінірек ойластырылған. Өйткені төгілу батпақтағы биіктікті белгілейді. Біз айналмалы құбырды төгілу деңгейінен төмен, тіпті батпақтың түбіне дейін түсіріп, оны босата аламыз. Бұл батпақтағы судың биіктігін өзгертуге мүмкіндік береді. Егер сіз оны төмен түсіргіңіз келсе, бұл сізге биіктік қоспайды. Бұл сізге қаласаңыз төмен түсуге мүмкіндік береді. Демек, бұрылыс құбыры қандай да бір жолмен су тасқынының алдын алу жүйесі болып табылады. Егер дұрыс орнатылса, бұрылыс құбырына техникалық қызмет көрсету қажет емес. Менің айтайын дегенім, бұл желімделмеген арматураның тозуына әкелетініне күмәнім бар. Бұл жай ғана желімделмеген арматура. Оған қысым жоқ, өйткені судың қысымы өте төмен. Бірақ, егер біз осында келсек, менің артымда тегіс гайка бар. Ал бұл тегіс гайка, бұл ісінудегі 3 тегіс гайканың бірі. Бұл өте ұзақ ісіну. Ол біздің лагерді айналып өтіп, жұмақ бөгетінен басталып, мафия бөгетінен лагерлер лагунасынан өтіп, дәл екінші жағынан өтеді. Оның шын мәнінде 4 айналмалы құбыры және 3 төгілу жолы бар. Олардың бірі апаттық төгілу болып табылады, және ол әлі де осы деңгейден шамамен бірдей биіктікте. Сондықтан олардың біреуі апаттық дренаж үшін сәл жоғарырақ орнатылған. Егер бізде өте үлкен ағындар болса, айналмалы құбырлар суды ағызуға көмектеседі. Енді тегіс терезе төсеніштеріне аздап күтім жасау керек. Өйткені олар бітеліп қалмас үшін арамшөптерден таза болуы керек. Демек, сіз өзіңіздің тегіс терезеңізде арамшөптердің көп болғанын қаламайсыз. Бірақ бұл төгілу жолы менің артымнан бөгет салынғаннан кейін орнатылды. Өйткені ол бір кездері үздіксіз батпақ болған. Және бұл тегіс табалдырып, бөгет орналасқан жерден сәл әрі қарай жұмыс істеді. Сондықтан біз мұнда жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Бізде тау баурайында бамбук пен тұт ағаштары бар. Олар арамшөптерді азды көпті тазартады. Сондықтан біз бұл терезе төсенішін кездейсоқ дерлік техникалық қызмет көрсетусіз қалдырдық. Ол өте тегіс. Бөгеттің қабырғалары сонда. Батпақ шамамен жарты мильге созылып жатыр. Оған қоса 500 метр. Және бізде бұл жерде көп жылдық жер жамылғысы бұршақ тұқымдас болып табылатын пиндок. Жер жандақтары өте аз өседі. Бұл жерде 1-2 жебе тамыры өседі. Сондықтан ағынды бөгеп тастайтын арамшөптер бар болса, біз олардың барлығын алып тастап, арамшөптерді кесу арқылы оларды қолдаймыз. Арамшөптерден арылыңыз немесе шөп шабыңыз, және оның тегіс және төмен екеніне көз жеткізіңіз. Әсіресе жаңбырлы маусым жақындап келе жатқанын, және бізде бірнеше қатты жаңбыр жауы мүмкін екенін білгенде болды, басқа ештеңе керек емес. Мен әрқашан дерлік, деңгейлік,
тығыздағышты орнатамын. Біз өте үлкен көлемді қалпына келтіре алатынымызға көз жеткізу үшін, әсіресе климат бұрынғыға қарағанда әлдеқайда өзгеретін жағдайларда, бұл өмір сүретіндердің жадында сақталған сияқты. Және сіз білесіз бе, біз әдетте судан жарты дюйм ғана өтеміз. Бұл дюйм үлкен ағын болар еді. Бірақ ол 5-6 дюймге дейін жетуі мүмкін. Бұл өте үлкен болар еді. Бұл жай ғана керемет болар еді. Құйынды құбыр мұны істей алмайды. Бұл үлкен, ұзын құйынның кішкене ғана бөлігі. Төгілу жолын тегістеңіз. Бұл әрқашан су тасқынынан сенімді қорғаныз.